Микрофон қосылып қалған. Әуежайдағы ыңырсыған дыбыс жұртты шошытты. Алматы халықаралық әуежайының жолаушылары түсініксіз жағдайдың куәсі болған. Бұл туралы Демократ.kz сайты хабарлайды. Әуежайда рейсімізді күтіп отырмыз. Микрофон қосулы қалып кеткен. Біртүрлі дыбыстар шығып жатыр. Біреуді қинап, ұрып жатыр ма? Әлде басқа нәрсемен айналысып жатыр ма? Түсініксіз. Меніңше бір әйелдің толғағы қысып жатқан сияқты, дейді әуежайдан видео түсіріп таратқан әлеуметтік желі қолданушысы. Дайындаған Ұлжан Бақытқызы. Қадірлі көрермендер, әуежайда болсам, кез келген адам секілді, мен де абдырап қалар едім. Әуежай сияқты көпшілік жиналатын, қауіпсіздік бірінші орында тұратын жерде осындай түсініксіз дыбыстың микрофон арқылы тарауы дұрыс емес деп ойлаймын. Жолаушылардың үрейленуі де орынды. Себебі ешкім не болып жатқанын білмейді. Ал белгісіздік әрқашан қорқыныш тудырады. Біреу қиналып жатыр ма? Әлде техникалық ақау ма? Ресми түсініктеме болмаған соң, адамдар түрлі болжам айта бастайды. Бұндай сәттерде әуежай қызметкерлері дереу түсіндіріп, жағдайды анық айтып бергені жөн деп ойлаймын. Екінші жағынан бұл оқиға бізге қауесетке ермей, сабыр сақтаудың маңызын көрсетеді. Қазір кез келген видео бірден желіге тарап кетеді де, шындықпен жорамал араласып кетеді. Мүмкін бұл жай ғана техникалық қате, немесе жеке жағдай болған шығар. Сондықтан нақты ақпарат шықпай жатып, асығыс қорытынды жасамаған дұрыс. Құзырлы мекемелер түсініктеме беріп, бұндай жағдайлар қайталанбас үшін шара қолданса екен. Халықтың да көңілі тыныш болар ма еді?